Қош көрдік арнамыздың көрермендері. Біз бүгін көрсететін ролигіміз жауырынды ұстаған адам қалай етін алып, не үшін жауырынның басын оятынын сіздерге көрсетеміз. Және қамыр жайғанда да қамырды келер күнге немесе 1-2 күнге қалай сақтау керек екенін көрсететін боламыз. Мына алдыларыңыздағы жауырын. Қазір жауырынды бөлшектеп қазанға саламыз. Міне қазанға салып жатырмыз. Міне қазанда ет бұрқырап қайнап жатыр. Қойдың етін қазанға салған кезде отты астынан жай қою керек. Қамырды осылайынан жайғаннан соң кесіп мұздатқышқа, яғни холодильникке, әр кесілген қамырға салафан қойып мұздатқышқа саламыз. Міне қазір сіздерге мұздатқышты ашып көрсетеміз. Міне қамырды мұздатқыштан алып жатырмыз. Қамырды салафаннан өстіп ажыратамыз. Міне осылай қандай әдемі. Қамыр осындай әдемі болып шығады.
Міне қазанға қамырды салып жатырмыз. Міне қамырды осылай сүзіп аламыз. Міне жауырынның етін қолмен ажыратып, жауырынды оямыз. Қазақта мынандай сөз бар: жауға қойма жауырын, басыңа іс түскенде болар ол да бауырың деген. Тағы да жамбасқа арнап айтылған сөз бар. Ерте заманда айтылған сөздер ғой бұлар. Құдаңа қойсаң жамбасты, басыңа іс түскенде қолын созар, болмаса егер албасты деп. Бұның бәрі сол жаукешті замандарда айтылған. Бірақ ар қазақ біліп жүрсін деп арнамызға салып отырмыз. Жаңағы көрсеткендей жауырынды оясыздар. Бұл не деген сөз? Ертеректе қазақ атам жауырынды табақ қылып тартқан кезде жамбасы осылай ойған. Мен жау емеспін деген белгі. Және бір екінші нұсқасы, жауырынды ойған себеп келген қонақтың аты қашып кетпей, сол ойыққа ілініп қалсын деген сөз. Ал ендеше, қымбатты көрермендеріміз, елімізде тек жақсылық болсын, қазанымыз оттан түспесін, ортамыз майлы, кеуеліміз жайлы болсын.